Тірі болу. Авторы Ахнабат Айтуова. Алматыдан шыға берісте жеңіл автокөлігіме май құюға бұрылдым. Ұзын жолдың бойында зуылдаған көліктер ағылып жатты. Май құю бекетінде көлеңкелеп отырған жерінен ширақ қозғалып бір сары жігіт жақындап келді. Сыбыр етіп амандасқандай болды да, үйреншікті болып қалған жұмысына кірісті. Оған қарап, бакты толтыра бер дедім. Сөйттім де өзім кассаға қарай беттедім. Май құю орнының ішкі қапталына өте бере, қатты шыққан дауыстан селт етіп бұрылғанымда, оң жақтағы машинаға көзім түсті. Ер адам көлік ішіндегі жас қызға: "Бұл біздің соңғы кездесу емес қой, солай ма деймін." Соңғы сөзі өктем әрі жағымсыз естілді. "Мен сені жайыңа қалдырады дейсің ба? Қасымда боласың", деп тез әрі нығырлап қадап айтты. Көліктің ішіндегі қыз оған жалынышты бір қарады да, тесіліп қарап тұрған еркектен тайсалғандай жүзін әрі қарай бұрып алды. Ер адам мырс етіп машинаның есігін қатты сілкіп жапты да, гук-гук еткізіп кроссовер машинасын құлыптап, менің соңымнан ілескені байқалды. Қадамын адымдай басып, кассаға менен бұрын жеткісі келгендей тездетіп жанымнан өтіп кетті. Касса терезесі ашық болатын. Екі қолымен жантая тіреліп, еңгезердей кеудесімен кассаның алдын жауып алды. Сырттай бақылап тұрмын. Кроссовка фирмалық, спорттық киімі брендік белгімен, саусағында жуан сақина. Астындағы көлігі де өте қымбат тұрады. Бірақ оның байлығы, барлығы емес, менің кассаға беттеп келе жатқанымды көрсе де, басып озып, кезегін күтпей әдепсіздік танытқаны. Машинада бірге келе жатқан жол серігі қыз балаға жеке сөйлегені бәрі тұрпайы әрі оғаш көрінді. Төлем жасап болған соң барып, қыздың жағдайын сұрағым келген еді. Ер адам ақшасын лақтыра салды да, машинасына барып жылдам отырып, от алдырып жолға шығып кетті. Мен де төлем жасап болдым да, көлігіме қарай аяңдадым. Бойымды аяқ астынан бір ауырлық басты. Жаңа ғана менің алдымнан зу етіп өтіп кеткен машина неше жылдар бойғы ішімде өшіріліп бара жатқан өмірімнің жайсыздыққа толы сәттерін лық еткізіп, алдыма итеріп кеткендей еді. Нақтырақ айтқанда, алдыңғы көлік ішіндегі ер адамның екі ауыз зілді сөздері мен жас қыздың жасқаншақ, дәрменсіз көздері сол бір кездердегі менің жылаңқы күйімді көз алдыма жүгіртіп өтті. Машинаның есігін ашып, бір сәтке мең-зең боп тұрыңқырап барып, керіле созылып, көлігіме отырдым. Жол полиция көлігінде қызмет жасайтын күйеуінің досына Алматыға кіріп бара жатқан әлгі машинаның номері мен маркасын айтып, ішіндегілердің сезікті көрінетінін айтты. Өйткені сол көліктегі жас қызға шынымен сырттан көмек қажет сияқты көрінді. Алда ұзақ жол, ал мен шексіз ойға батқандаймын. Әдеттегідей ұшаққа да отырмай машинасына мінген себебі, жолай Тараз қаласындағы құрбысына соғып, қонып, жарты жол көлікті кезектесіп айдап барайық деп келіскен едік. Содан Қызылорда облысының Шиелі ауданынан тағы бір құрбасын алады. Барлығы Қызылордадағы студенттік курстастарына барып, кездесу өткізбекші еді. Айсана бейберекет қыдыруға жоқтын. Демалыс уақытын кітап оқуға, курстарға қатысуға, жоспарлар құруға арнайтын. Әсіресе жасап отырған кәсіп түрлері көп болғандықтан, келісімдер жүргізуге, қаражатын есептеуге көп уақыты кететін еді. Оның жұмысы да, демалысы да бір-бірімен астасып байланысып жүретін. Бұл жолы WhatsApp чат арқылы дос құрбылары қояр да қоймай ордаға шақыртты. Олар Алматыға талай келіп кеткен. Айсананың отбасын да, жұмысымен де қанық. Құрбылары келсе құрақ ұшып күтіп алатын. Бірақ Айсана 22 жылдан бері Қызылордаға бір келмепті. Бұл жаққа қарай жолды ұмытып қалғандай еді. Әкесі жастайынан қайтыс болды. Анасы бұл оқуды бітіретін жылы қайтты. Өскен ауылы, білім алған қаласы, тіптен бірге оқыған студенттермен жүрген көшелеріне дейін ойға оралып, көз алдынан өткергендей болды. Арадағы қилы қым-қуытты оқиғалардың барлығы өткен шақ деп мұның санасынан өшкен еді. Тіптен бір жылдары мықты психиатрға барып, өмірінің сол кезеңдерін тазалаттырған. Жаңа өмірі жарқын болып, отбасында, кәсібі де, әрбір жасаған ісі де, өмірге құштарлығы да басқаша леппен келген еді. Ал енді аралас естеліктер миы мен сезімдерін іштей қозғап мазасын алуда.
Бұл туған жерге деген сағыныш па, толғану ма, әлде анасының алдындағы орындалмай қалған парызы ма? Бір жағынан мүлдем ұмытқысы келген санасындағы жағымсыз естелік ойлар сайғымазақтай сақылдап, сартылдап, бірінен кейін бірін есіне түсіріп жатты. Әйтеуір бұл жақтағы естеліктерден барынша алыс болғысы келген еді кезінде. Ал бұл жүйткіп басып, сол өлкеге жақындап келе жатыр. 5 күнге өз-өзіне демалыс жариялап, жолдасына да, ұлы мен қызына да айтып, рұқсат сұрағандай болған. Басында күйеуі қарсы болғысы келгенмен, кейіннен көнді. Осылайша 1000 шақырымнан аса жолды артқа тастап, таң атпастан жолға шығуға бел буған. Бір жағынан ашық трасса, жол ашық, екінші жағынан Таразға жетсе, Құдай қаласа құрбысы кездеседі деп оларға да түсіндірді. Рөлді қысып өз-өзіне ширыққандай болды. Шынында да бұл жолға шығарда осындай жайтты көріп, соның арқасында ауыр ойлар жадына келіп, шашыраңқы естеліктер санасына қайта оралады деп үш ұйықтаса түсіне кірмепті. Алматыдай үлкен қаладағы қым-қуыт тірліктер, қайтсем де жетілем деген үмітпен сан түрлі оқыған кәсіби білімдері, бірнеше тілді меңгеруі, әр салада кәсіптерін дөңгелентіп жолға қойғаны, күндіз түні тынбай еңбектенуімен ғана осы Айсананың ықылас ниетімен болып жатқан дүниелер еді. Ұлы мен қызын да көзінің қарашығындай өсірді. Аллаға шүкір, саналы етіп бергеніне. Екеуі де әке-шешенің қас-қабағын аңдай алады. Мектепті де өте жақсы бітіріп, грант егерлері болды. Анасының барлық кәсібін осы екі бала кезектесіп, СММ, оператор мобилографын іздетпей, барлық желілерге жарнаманың түр-түрін жасап салып береді. Контент жасау, дизайнын келтіру, маркетинг, таргет, инста, рилс деп анасы басына ұртпайды. Тек сырттай тексеріп бір бақылап жоспарын айтса болғаны, екеуі тақадай етіп беретін болған. Ал жолдасы болса, бұл интернет әлемінен тіптен алыс адам болғанымен, әйелі мен балаларының ісі мен кәсіптерін заман ағымының тірлігі ғой деп, қайта қолынан келгенше сеп болуға тырысады. Айлығым түсті, есеп шотыңа аударып қойдым, керегіңе жаратарсың деп те бүтін бір айлығын аудара салады. Әйелінің бұл ақшадан да көп айналымы бар екенін біледі. Бірақ түпкі қазығын кәсіпті бастауда мұның ақшасын салғанына мақтан етеді. Өйткені әйелі де әлсін. Сен осылай басында мені қолдап ісіме ақша салмағаныңда, ештемеде жасай алмас едім, рахмет саған деп бетінен, ернінен шөпілдетіп, сүйіп алған сайын, бұл балаша мәз боп қалатын. Әйелімнің қолы да жолы да берекелі, ашық жарқын мінезімен әулетімді де баурап алды. Қыңыр қырсық мінезі жоқ. Расында, басында сымбаты мен қылықтарына қарап қызықса да, беріге дейін қызғанатын. Көп адаммен араласады, кездесулер, келісім жүргізулер, басқа қалаларға жолға шығуы көп. Қалай жүріп тұрып жүр екен деген ішті бір тырнап өтетін сезікті ойлар келетін. Қайта телефон шалып жағдайын білген боп, қайда жүргенін, не істеп жүргенін, қасында кімдер бар деп сұрай беретін. Ал Айсана болса, күйеуі хабарласқанда бүкіл шаруасын ысырып қойып, бар ынта ықыласымен сөйлесетін. Мені сүйеді деп келіншегінің риясыз әңгімесін байқайтын сонда. Тіптен жуынатын бөлмеге кіріп кеткенде, әйелінің ұялы телефонын ақтаратыны бартын. Бір жақсы Айсана телефонды бұғаттамайтын. Бәрін қарап, ештеме таппай, ақымақ басым, жайыңа отырмай, мына тірлігімді қараш деп өз-өзінен ұялатын. Ол әйелін одан сайын жақсы көре беретін. Жастық шағы, үй болғалы қиындығы мен қызықшылығы бірге көрген кішкене ғана отбасының жағдайы, осы Айсананың көрегендігі мен, тәуекелшілдігі мен, пысықтығы мен, асығы алшысынан түскен отбасылардың қатарында еді. Осылайша бірнеше 1000 шақырымдық жолда өзімен өзі басынан кешкен оқиғалары сырқып қайта келмес пе еді, бағанағы май бекетіндегі екеуді кездестірмегенде. Айсана оқуын бітіретін жылы, сол оқуының соңғы семестрінде деканатқа шақырылды. Декан алдында ұзын столдың екі жағындағы орындықтардың оң жағын қолмен нұсқап отыр деп көрсетті. Айсана бұрын деканатқа хатшы қыздың алдына көп келетін. Бөлімде студенттермен ұйымдастырылатын іс-шараларды, байқаулар, мерекелік жиындар, ғылыми жобаларда белсенді студенттермен бірге шақырылып, көп жерлерде өзін көрсетіп, әрбір тапсырмаларды тиянақты алып шығатын. Бұл жолда сондай тапсырмалардың бірі екен деп емін еркін кіріп келген.
Декан Айсанаға ұзақ қарап отырды. Сені бүгін орталықтағы корпустан алып кетейін. Ол жақта ғылыми жоба қорғауға барасың ғой. Я ағай, түстен кейін Амина Аукеновна екеуміз барамыз. Ол менің жетекшім. Білемін, жобаны қорғап болған соң сені басқа жерге апарғым келеді. Біраздан бері ойыма алып жүредім. Сосын сені жатақханаға дейін жеткізіп саламын. Ағай, сонда қайда барамыз? Бірінші жобаңды жақсылап қорғап ал Амина Аукеновнаға айтпай-ақ қой. Мен сені сол көшенің арғы басында күтемін. Бағдаршамнан өткен соң. Жарай ма? Егер бәрі сәтті болып жатса, сені осы университетке жұмысқа орналастырамын, әрі қарай тағы оқытамын, жағдайыңды жасап қоямын. Айсана, мен сені бірінші курстан бері білемін. Өте ақылды, өте әдемі қызсың, деп орнынан тұрды да қыздың жанына келді. Иығын ұстап, иығынан жібектей сусылдап түсіп тұрған бір жағына қарай төгілдіріп, сәндеп қойған шашынан сипады. Сенің жобаңның сәтті қорғалатынына сенімдімін. Сол сәттілігіңді атап өтейік. Алдағы жоспарларды сөйлесейік. Сен жассың, қолыңнан іс келеді, бірақ саған көп қолдау керек, көмектесу керек. Сондай қолдауды мен көрсете алам. Тек сенің бір ауыз я деген сөзіңді естісем болғаны. Әңгіменің бас аяғын түсінбеген Айсана, ағай деп орнынан тұрып еді, екі қолынан ұстап қайтадан орнына отырғызды. Асықпа, ешқандай асықпа, мен саған ойлануға біршама уақыт беремін. Бірақ дұрыстап ойлан, жұмысың, қызметің, мансабың, бәріне жол ашып берем. Мен сенің әлеуметтік жағдайыңды да білем ғой. Әкең қайтыс болған, анаң жол апатынан кейін жұмысқа жарамсыз, мүгедектігі бар. Саған менен артық қамқоршы жоқ қазір. Қыз бала әрі-сәрі күйде болды. Әшейінде ашық сөйлесе алатын, пікірталас сайыстарда өзін еркін ұстайтын. Қазір денесі сіресіп, тілі байланып қалғандай. Ағайының ойын жеңіл дейін десе, сөзінің астарын толық түсіне алмай отыр. Бүкіл факультетке жаны ашитын сыңай танытып, ісімен де сөзімен де студенттерге дем беріп, жастар жұмысының қызығушылығын арттырып, ынталандырып жүретін. Қай кезде қарасаңда жауды қырардай боп асығып жүретін. Өзін іскер адам сияқты көрсететін. Айсана артық ештеме айтпады. Тек, ағай, жобаға дайындалу керекпін, шыға берсем болады ма деп орнынан тұрды. Декан, әрине, бара бер, тек менің кешке күтетінімді есіңнен шығармаш. Қалғанын жақсы жағдайда, жайлы жерде отырып тағы да талдайтын боламыз. Қыз қоштасып шығып кетті. Жатақханаға жеткенше миы тоқтамады. Ағай басқа студенттерге де жеке өмірін құруға құрақ ұшып көмектеседі ме екен? Әлде менде басқа ойы бар ма? Осылай ойласа болды, іші азан-қазан, өз ойынан өзі жеркенді. Бөлмесіне кіре сала, сақадай сайлап қойған керек жарағын, қағаздарын алып, папкаға салып, қайтадан шығайын деп оқтала бастаған. Бөлме ортасында қатып, ауыздарын ашып бұған қарап отырған екі қызды көрді. Сәния мен Гүлнұр атты құрбылары еді. Әдетте Айсана бөлмеге дабырлап сөйлеп кіретін. Мен келдім, бүгін кім кезекші, қандай тамақ, түскі асқа не ішеміз, қыздар не жаңалық деп, әйтеуір сөзді өзі бастап, жан-жағын тартып жүретін. Бүгін ондай көңіл күйі жоқ. Бір түрлі ширатылып, ширығып алған. Біреуден қашып баратқандай. Тез жиналып қабағы қатуландырып алған екен. Екі құрбысының аңтарылып қарағанына да мән берген жоқ. Үнсіздіктен кейін Сәния, Айсана, қазір шай ішеміз, мазаң жоқ қой, не болды деді. Айсана, ештеме деді. Гүлнұр, біреумен ұрысып қалғаннан саумысың? Ұрысқа қатағым менде ғана еді ғой, саған не болды? Таста шұртқа ренжіп шаршамай, кел, шай ішейік. Әйтпесе өң бозарып кетіпті. Сосын демалып ал, бағана таңғы асты да жартып ішпедің ғой. Ай, сен өзің ауырып қалғаннан саумысың? Сәния орнынан атып тұрып Айсананың қасына жетіп келді. Саған не болып қалған? Келе жатып дәлізде әруақ көрдің ба? Кесенің түбіне су құйып алып, мұның бетіне шашып кеп жіберді. Айсана селк етіп шошынып, артқа қарай шегінді де қабырғаға тіреліп қалды. Жанындағы қыздар аң-таң. Ол екі құрбысына қарады да сырын білдіргісі келмеді. Қыздар, менің мазам жоқ, сағат 2-ге дейін жата тұрайыншы деп еді, қыздар қояр да қоймай шай берді. Гүлнұр құрбысы түскі асқа шамалы картоп қуырып, бетіне консервленген етті бұқтырып, қыздырып, тапаға салып, дайындап қойыпты. Айсана бір кесе шайын ішті де бұрыштағы керуетіне барып, бүк түсіп жатып алды. Ол күні ешкімге ештеңе айтпады. Әбден зерттеп жаттап алған ғылыми жобасының көрсетілімін өте жақсы қорғап шықты. Акт залдан далаға шықты да жан-жағына қарады.
Бағана ағайы кел деген жағына аяғы баспай, көшенің екінші басына қарай аяңдаған. Жолдың жиегіне қарай бір машина баяулатып кеп қалды. Бұрылып қарап еді, сол декан ағайы екен. Айсана, саған жолдың арғы басына бағдаршамнан асқан соң деп едім, дұрыс түсінбегенсің ау, кел, отыр деді. Жоқ ағай, рахмет, мен өзім бара беремін. Кел енді, қысылмай, өзім жеткізіп салам, деп артқы орынға қарай көзін меңзеді. Айсана жалт бұрылып, әрі қарай жүруге де бата алмады, аяғы баспай қалғандай. Бол енді, деп декан шыдамсыздана тағы да машинаның артқы есігіне қарай ұмтылып, ашуға оқталды. Ағайы болғандықтан және оның жасы үлкендігін сыйлады ма, қыз ұялып машинаға отырды. Екеуі де айнаға қарады. Деканның көзі күлімдеп сала берді. Айсана болса, мен неменеге машинаға жайғасып отырып алдым, неге ағайдың сұсы басты, деп өз-өзіне сұрақ қойып, қобалжыңқырап келе жатты. Қаланың екінші шетінен құрылыс жүріп, тұрғын үйлер салынып, жаңа шағын аудандар болып бой көтеріп жатқан кездер еді. Қалтарыс көшенің орта тұсына қарай кірді де тоқтады. Ал түсеміз. Бұл жаңадан ашылған кафе. Осында отырайық, деп қызды машинадан түсіріп алды. Сәл ертелеу келдік, кіре берейік. Ішке кіргеннен кейін біз екінші қабатта отырамыз. Кабинка тыныш. Артық шусыз, сол дұрыс болар дедім, деді. Екінші қабатқа алып келді. Бұл жер жақсы жабдықталған еді. Айсана жан-жағына қарап болам дегенше, ағайы әңгімеге араласып кетті. Бұл кафені менің досым ашқан, қазір өзі басқа қалада жүр. Жұмысын сенімді адамдары жасап жатыр. Жарайды, өзің қалайсың? Біртүрлі өзіңді ыңғайсыз сезініп отырған сияқтысың. Ғылыми жобаңды қалай тапсырдың? Айсана жақсы деп қана басын изеді. Сені бөлімдегі мұғалімдерің өте еңбекқор, кітапханадан шықпайды, өзі пысық, бір жерді тесіп шығатын қыз деп мақтайды. Қыздың бетіне қарап отырып, ал сондай тартымды, сүйкімділігің тіптен бір төбе ғой. Бірақ білесің бе, бір жерді тесіп шығып жетістікке жету үшін бір біліміңмен қанша тырыссаң да жете алмайсың. Еңбекқорлығың да бір нанды тауып жеуге ғана жетер. Ақылыңа көркің сай болып, әрі қарай шалқып тасып өмір сүргің келсе, менің айтқанымнан бас тартпашы. Дипломыңды алып ал, әрі қарай оқимын десең де, қызметке тұрам десең де көмектесемін. Мен биыл университеттен шығып басқа мемлекеттік қызметке орналасам. Қызметім жоғарылайды, саған да жолдар ашамын, деді. Осы кезде даяшы бұлар отырған жерге келіп, тапсырыстарын қабылдауға кірісті. Бұл кафе үшін декан құрметті қонақ екенін, жақсы жеңілдіктер болатынын айтып, қаздиып тұрып алды. Тапсырыстар келем дегенше декан бір өзі сөйлеп отырды. Оның әңгімелері үзік-үзік болып Айсананың есіне түсіп жатты. Даяшы жігіт қайтадан келіп столға жемістер мен салаттар қойды. Содан сусындар мен ішімдіктер келді. Одан кейін ішімдікті құйып алдарына орналастырды. Декан тілек айтып Айсанаға да шараптан алып отыруын айтты. Бұл ішпейтінін ескертті. Алдын ала тапсырыс беріп қойған ба, тамақты да тез жеткізді. Ағайы мұның оқудағы жетістіктерін, бүкіл қорғалған ғылыми жобаны сылтау етіп, осылай атап өткеніміз дұрыс болды. Енді жиі-жиі бас қосамыз, деді. Өзі бірер бокалды ішіп үлгерді. Әуелгіде қарама-қарсы отырған ол, мен қаншама әңгіме айтып үлгердің, сен әлі үндемейсің. Әлде үндемегенің келіскенің бе, деп Айсананың жанына келіп отырды да өзіне қарай тартып құшақтай бастады. Айсананың осы жерде шыдамы да таусылды. Университеттегі ағайы деп қысылып отырған ниеті де осы жерде тоқтады. Орнынан атып тұрып, алдындағы салфеткасын ағайының бетіне лақтырып жіберді де, енді менің маңайымнан жүрмеңіз, бетіме де бұрылып қарамаңыз, деді де кабинадан шығып кетті. Әңгіменің жалғасы екінші бөлімде. Соңына дейін тыңдау үшін менің каналыма тіркеліп, адам тағдырына байланысты қызықты оқиғаны әрі қарай тыңдаңыздар.